Саламатсыздар ма? Бүгін көк тамырға тамшылатып енгізуді көрсететін боламын. Үй жағдайында, яғни түсінікті тілде система қою туралы айтатын боламын. Ең алдымен өзімізге қажетті заттар дайындап аламыз. Натрий хлорид 100 мг, және де оған қосылатын демотон және В витамин. Және 5 шприцпен алып, мен жауып, системаны кіргізіп, жанындасын ашып, қысамыз. Енгізуге дайын. Ең алдымен лейкопластырды және де спирттік мақтаны дайындап аламыз. Және де қолдың жұмыс істеуін өтінеміз. Және тамырларды қараймыз мұқият. Кейде тамырлар көзге көрінбеуі мүмкін, және оны қолмен сеземіз. Спирттік мақтаны үлкен аймақты және сосын кейін кіші аймақты, яғни негізгі аймақты өлшейміз. Өзімізге вена сезіліп тұр, және 15 градуста енгіземіз. Бірінші теріні, одан кейін венаның қабырғасын. Және қысып қараған кезде қан келіп тұр. Бұл дегеніміз венада тұрғандығын көрсетеді. Және жаймен жіберіп тексереміз. Және лейкопластрмен жапсырып қоямыз. Науқастың жағдайын сұрап бақылап отырамыз. Тамшылап алу әдісі оң.